Баршаға сәлем. Бүгін біз сіздермен фунчозаның салқын түрін әзірлейтін боламыз. Видеоны тамашаламас бұрын арнама жазуды ұмытпаңыздар. Бізге қажетті 200 грамм фунчоза, 1 дана сәбіз, қияр және де цветофор болгарский қажет болады. Паприка, красный перец, кориандр, тұз, қант, лотос дәмдеуші, яғни кристаллики. Кунжутное масло, соевый соус, уксус, сұйық май қажет болады. Ең алдымен жұмысымызды қайнап тұрған ыстық суымызға фунчозамызды салып, фунчозамыз батқанша жақсылап батырып, араластырып аламыз. Бетін жауып 10 минутқа қалдырамыз. Бұл уақыт аралығында ыдысымызға сұйық майымызды құйып, теркадан өткізілген сәбіз, болгарский және де қиярымызды салып, орташа қуырамыз. Қатты қызартып қуырудың қажеті жоқ. Мінекей осылай қуырып аламыз. Фунчозамызды салқын суға бір шайқап аламыз. Ыдысымызға фунчозамызды саламыз. Үстінен дәмдеуштерімізді саламыз. Бұл жерде фунчозаның ең фишкасы бұл жаңағы кунжутное масло. Ерекше дәм береді. Осы масланы бір алып, кез келген корей салаттарына қолдана берсеңіздер болады. Соевый соус, 70% уксус және де қуырылған көкөністерімізді салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша укроп не болмаса кинза салуға да болады. Салатымызды дастарханға сәндеп ұсына берсек болады. Астарыңыз дәмді болсын.